Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өнер туралы не білемін? Сөз таптары. Бүгін біз сендермен өнер атты жаңа тарауды бастағалы отырмыз. Бүгінгі сабақта сөйлемнен сөз таптарын табасыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырасыңдар және жауап бересіңдер. Суретте нелер бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар, үй жануарлары. Бірінші суретте бізде қозы және лақ. Бұлар төл. Екінші суретіміз нар. Үшінші суретте ешкі және сиыр бейнеленген. Қане, ребусты шешіп көріңдерші. Ребустың жауабы келесі тақырыбымыз не туралы болатынын білдіреді. Ребустың шешуі өнер екен. Өнер деген не? Келесі мәтінді мұқият тыңдаңдар. Өнер. Өнер адам баласының жасампаздығын білдіреді. Жасау, құру, өндіру деген мағынадан туындайды. Оның мақсаты адам өмірін, қоршаған ортаны көркемдік тұрғыдан игеру. Өнердің сөз өнері, музыка, мүсін, кескіндеме, би, театр, сәулет өнері дейтін түрлері бар. Мұндағы жылдыршамен берілген сөздің мағынасын біліп алайықшы. Кескіндеме. Кескіндеме белгілі бір заттың бетіне бояумен салынған көркем сурет. Ал енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдерші. Мәтін не туралы? Өнер және оның мақсаты туралы. Өнердің мақсаты қандай? Оның мақсаты адам өмірін, қоршаған ортаны көркемдік тұрғыдан игеру. Өнердің қандай түрлері бар? Өнердің сөз өнері, музыка, мүсін, кескіндеме, би, театр, сәулет өнері дейтін түрлері бар. Ендеше балалар, өнердің бір түрі кескіндеме туралы бейнематериалға назар аударыңдар. Кескіндеме бейнелеу өнерінің бір саласы. Кескіндеме заттың сыр-сипатын, нәрсе мен кеңістіктің қарым-қатынасын үндестіре бейнелейтін көркемдік және танымдық қуатымен ерекшеленеді. Ең бастысы, шындықты бейнелеуде көрерменге тікелей әсер ететін өнер құралы. Кескіндеме өнерінде бірнеше жанр түрлері бар. Олар тарихи, тұрмыстық, соғыс тақырыбы, жануарларды бейнелеу, адам келбетін бейнелеу, натюрморт, теңіз пейзажы және табиғатты бейнелеу. Орындалу сипатына, бейнелеріне қарай кескіндеме бірнеше топқа бөлінеді. Соның бірі монументті сәндік кескіндеме. Оларға қабырға бетіне, үйдің ішкі төбесіне салынатын суреттер жатады. Кескіндеменің тақырып аясы кең. Соның бірі натюрморт. Қазақ бейнелеу өнерінде натюрморт жанрын әр кезең суретшілері өз уақытына сәйкес әртүрлі бейнелеп келген. Мысалы, Абрам Черкасский өз шығармасында көбіне бөртегүл мен қызғалдақтарды пайдаланған. Ал Айша Ғалымбаева шығармашылығынан киіз үй ішіндегі дәстүрлі көріністерді байқаймыз. Ғалымбаева ақ дастархандағы ұлттық тағамдар мен ыдыс-аяқтарды және киіз үй ішіндегі декоративті көріністерді тамаша көрсете білген. Бейнематериал арқылы кескіндеменің түрлерін білдіңдер. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Балалар, сөз таптарымен бұрыннан таныссыңдар. Бос орынға сөз табын қойып, мәтінді оқыңдаршы. Сөз таптарын есімізге түсірейік. Сені жан-жағыңнан заттар қоршап тұр. Сол заттардың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздер етістік деп аталады. Заттар әр алуан белгілерге түрі, түсі, сапасы, санына ие. Мұндай белгілер сын есім және сан есім арқылы айтылады. Бәрекелді балалар, сөз таптарын есімізге түсірдік. Сөз таптары зат есім, етістік, сын есім және сан есім. Бұлар нені білдіреді және қандай сұрақтарға жауап береді? Зат есім заттың атын білдіреді. Кім, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Етістік заттың қимылын, іс-әрекетін білдіреді.
не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Сын есім заттың түрін, түсін, сапасын білдіреді. Қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Сан есім заттың санын, ретін білдіреді. Қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Келесі сөздерді сөз таптарына ажыратыңдаршы. Өнер, көркем, сомдайды, жеті. Мұндағы өнер зат есім. Өйткені заттың атын білдіреді. Және оған не деген сұрақ қоямыз? Көркем. Көркем сын есім. Өйткені заттың сынын білдіреді. Оған қандай деген сұрақ қоямыз? Сомдайды. Бұл етістік. Өйткені заттың қимылын білдіреді. Ол не істейді деген сұраққа жауап береді. Жеті. Бұл сан есім. Өйткені заттың санын білдіреді. Оған неше деген сұрақ қоямыз. Балалар, Өтебай Тұрманжановтың «Туған өлкем» өлеңін бірге оқиықшы. Көгінде күн нұрын төккен, жерінде гүл жұпар сепкен, неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Алтын дәнді даласы бар, ақ күмістей қаласы бар, неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Балалар, өлеңнің бірінші шумағынан сөз таптарын табыңдаршы. Көгінде күн нұрын төккен. Мұнда күн зат есім. Төккен етістік. Жерінде гүл жұпар сепкен. Мұндағы сөз таптары гүл, жұпар зат есім. Сепкен етістік. Неткен сұлу, неткен көркем. Мұндағы сұлу, көркем сын есім болады. Балалар, кестені толықтырайық. Ол үшін төмендегі берілген сөздерді тиісті сөз таптарына орналастырыңдар. Бірінші мектеп. Мектеп бізде зат есім. Тігеді, етістік. Жеті. Сан есім. Жіңішке. Сын есім болады. Бірінші. Сан есім. Келеді. Етістік. Қызыл. Сын есім. Ермек саз. Зат есім. Салады. Етістік. Мың. Сан есім. Көлбеу. Сын есім. Суретші. Зат есім. Тік. Сын есім. Тоқиды. Етістік. Жиырма. Сан есім. Мүсін. Зат есім болады. Балалар, сендердің де дұрыс тапқандарыңа сенемін. Енді сендер сөз таптарын ажырата аласыңдар. Келесі мақалдың жалғасын тауып көріңдерші. Ақыл көпке жеткізеді. Өнер көкке жеткізеді. Сөз таптарын табыңдаршы. Ақыл көпке жеткізеді. Мұндағы ақыл зат есім болады. Жеткізеді етістік. Өнер көкке жеткізеді. Мұнда зат есім өнер, жеткізеді етістік. Бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Сөйлемнен сөз таптарын таптыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырдыңдар және жауап бердіңдер. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.